Шерзаттың мәселесі бар ғой, негізі қазіргі таңда біле білсеңіздер, российский спецслужбалар өте ұтымды, четко, грамотно, керемет түрде өздеріне пайдаланып жатыр, как отвлекающий маневр ретінде. Өйткені бүкіл халықтың назары қазір осы істе. Бүкіл ел осы мәселені талқылап жатыр. Ол жерде өте көптеген халықты қызықтыратын сондай бір детальдар бар. Мысалы, почему-то Талғарға Нацгвардияның личный составы бар батыр, ол деген үлкен опасность бар деген сөз. Қандай опасность? Ол бір сондай межнациональный жерде бір шайқас болып кетуі мүмкін деген сияқты, үлкен бұзақылық болуы мүмкін, не болмаса бір митинг болып кетуі мүмкін деген сондай қауіппен Нацгвардияның личный составы кіріп жатыр. Или там Хуторский Хасан деген біреу шығыпты, ойбай, ол ОПГ екен, бандит екен, оның ұлты ұйғыр екен деген сияқты. Бұл да бір қатты талқыланып жатыр әлеуметтік желілерде. Немесе жаңағы Айтбек Амангелді, Салтанаттың ағасы, Бишімбаев ісінен танымал, ол осы іске барып қатысып, өзінің бір көмегін ұсынып жатыр. Алдағы уақытта Бишімбаевтың ісі сияқты бұл Шерзаттың ісі де бір сондай онлайн трансляция болып, бүкіл халықтың назарын аударып, осындай открытый судебный процесс болуы мүмкін деген сияқты осындай ұсыныстар айтылып жатыр. Мысалы, бұны да халық қызығып талқылап жатыр. Көптеген осындай мәселелер бар оның ішінде. Яғни Россияның спецслужбаларына бұл өте ыңғайлы момент болып жатыр, оны олар грамотно пайдаланып жатыр. Бүкіл халық осы мәселені талқылай берсін, біз мына жақта өзіміз втихаря, технично, тыныш қана АЭС-тің мәселесін шеше берейік. Бүкіл халық АЭС-ті ұмытып кетті, референдумның нәтижесін ұмытып кетті, барлығы мына жақта Шерзаттың ісімен айналыса берсін деген сияқты. Көрдіңіз ба? Өйткені АЭС деген негізі орталық Азиядағы осы Россияның үлкен бір ауқымды проектілерінің бірі. Сол себепті АЭС-тің мәселесін ол жерде енді көп қой, әлі шешілмеген мәселелер. Кім жаңағы контрактқа қол қояды, жаңағы келісім шарттар бар, тағы басқа мәселелер көп. Бірақ основной ол Россия қосымша жаңағы Қазақстанмен бірігіп, бір-екі тағы елді қосу мүмкін, как консорциум ретінде. Бірақ негізі ол Россияның жаңағы проектісі. Сол себепті бұл істе олар как отвлекающий маневр, нағыз осы халықтың назарын аударуға, өздеріне осы спецслужбаларға өте сондай ыңғайлы бір инструмент болды. Сол себепті олар оны грамотно пайдаланып жатыр.